Құрметті біздің каналымыздың көрермендері, арнамызға қош келдіңіз. Танымды ақпараттық материалдарымызды одан әрі жалғастырамыз. Бүгін сіздерге қазақтың ақбас сиыры туралы айтпақпыз. Ал сіздер жақсылап жайғасып, видеомыздағы құнды ақпараттарды соңына дейін тыңдап, арнамызға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Қазақта бұрын сиырды малға санамаған. Оған қазақтың сиыр пұл, қатын би болған заман деген сөзі айқын дәлел іспейді. Тіпті тек сиыры ғана бар үйлерді кедейлердің қатарына қосса керек. Сірә басқа түппен салыстырғанда жылы қораға, көлеңкелі саяға дәлгелі сиырдың бабалар алдындағы қадірі кемшін болған сыңайлы. Қазақтың халық жырында мүйізінің бір бірі зеңгі баба, сиыр берсең сүтті бер, өңкей мама деген ойын жолдары кездеседі. Қазақтың ата-бабалар қыпшақтар басқа түппен қатар сиырды да көп өсірген. Сірә бүгінгі қазақтың атақты ақбас сиыры солардан бастау алған шығар. Әйтеуір қыпшақтың кең даласын көкте өткен арабтың, дәлірек айтсақ жиһан кездердің көзінен сиыр да таса қалмаған. Сонау Бағдаттағы араб халифатының 10-шы ғасырда Еділ Бұлғариясына жіберген елшісі әрі барлаушысы Ахмет ибн Фадлан солтүстікке сапарында осы Жайық өңірінде де табанының ізін қалдырды. Сонда ол былай деп айран асыр қалған. Жақ немесе Жайық өзенінің бойында қыпшақтар тұрады. Олар қонақжай және жомарт халық. Өздерінің шөбін шөпті кең даласында жылқы, түйе, қой, ешкі, сиыр өсіреді. Адам бойына жақын өсетін қалың шөптің арасында жайылатын сиырлардың семіздігінен тіпті аяғы көрінбейді. Әрине көргені көп, онша таңдана бермейтін ибн Фадланға сол кездегі зеңгі баба тұқымын қаншалықты қоңды көрінгенін көз алдыңызға елестете беріңіз. Қазақ қауымы өсірген сиыр малы табиғи сұрыптаудың төл туындысы ретінде туып өскен өңірлік ерекшеліктеріне орай әртүрлі болған. Мысалы, ауа райы қолайлы оңтүстік шығыс өңірде өсірілген сиырлар бойшаң, ірі денелі болып келсе, қуаң аймақтарда таралған сиырлардың денесі шағындау келіп, өрісте игеруде икемді және табиғаттың қатал сынына төзімді болған. Көптеген зерттеулерде жайылымда өскен қазақ сиырларының еті Ресейдің базарларында жақсы бағаланғаны жазылған. Ресей патшалығы кезінде жайылымда өскен Украинаның көк сиыры мен қазақтың сиырларының еттері черкеседі деген атпен танылған. 19 ғасырда патшалық Ресей базарларында қазақтың даласында өскен сиыр етімен қамтамасыз етіп отырған жөнінде деректер көптеп кездеседі. Торғай өңірінде бір адамға шаққанда 12-36 бас өсірілгенін Добромыслова еңбегінде келтіріледі. Ал Венкевичтің 1879 жылғы еңбегінде бір түтінге шаққанда 57 бас сиыр болғанын жазған. Ал Дияровтың дерегінде Батыс Қазақстан өңірінде бір адамға орта есеппен 8,6 бас сиыр малы өсірілгені туралы жазылды. Осы мәліметтер сиыр малы қазақ даласында жеткілікті мөлшерде өсірілгеніне және Ресейде етпен қамтамасыз етудің негізгі көздерінің бірі болғанына дәлел. Сондықтан да олар одақ кезінде сиыр шаруашылығын өркендету барысында жергілікті малдың өнімділігін жақсарту үшін етті бағыттағы Герефорд тұқымын будандастыру негізінен Қазақстан жерінде қолға алынды. 1928 жылы әкелінген бастапқы 1240 бас Герефорд тұқымының 900 басы Қазақстанға таратылған. Жаппай будандастыру жұмыстарына пәрмен беру үшін 1931-1932 жылдары 800 бас қосымша әкелінген. Бірінші және екінші буын будандарының ұрпағын әрі қарай жақсарту үшін мақсатты жұптау ұстанымына серпін беру үшін 1939 жылы совхоздар министрлігінің бастамасымен тікелей ағылшын елінен тағы да 188 бас асыл тұқымды Герефорд малы іріктеліп әкелінді. Жергілікті малды Герефорд тұқымымен жақсарту Қазақстан бойынша 13 облыстың 68 ауданын қамтыған. Будандастыру жұмыстары жүргізілген шаруашылықтар Қазақстан жерінің 48% аумағын, яғни 5,5 миллион шаршы километр көлемін алып жатқан. Жергілікті малды жаппай жақсарту барысында будан малдардың етті бағыттағы қасиеттерін бекіту, жайылымға төзімділігін шыңдау басты назарда болған. Осындай кең ауқымды жұмыстар біздің мақтанышымыз. Қазақтың ақбас сиыры деген жаңа тұқым шығаруға мұрындық болды. Сол кездегі жаңа шыққан тұқымның тиімділігін байқаған жергілікті халық осы сиырды құтты мал атапты. Атап өтетін жайт, будандастыру жұмыстары жоспарлы түрде қарқынды жүргізілген. Мысалы, басында бір бұқашық қоралап шағыстыру әдісімен 100 бас аналықты қашырса, 1936 жылы қолдан ұрықтандыру әдісін кеңінен пайдаланып, бір бас асыл тұқымды бұқа 300-ден астам сиыр ұрықтандыратын деңгейге жеткен. Сырттан келген малдың біздің табиғи жағдайымызға бейімделуі де әрқилы болған. Табанға қосқан таза тұқымды Герефорд пен бірінші буын будан бұғашықтарының белсенділігі төмен, бұзау алу жоспарынан нұқсан келтірілген.
Сондай-ақ таза тұқымды және бірінші буын будан малдардың жұқпалы аурулар, мысалы туберкулез, бруцеллез белең алған. Әлбетте, жайылымда жүрген малдардың арасында конъюнктивит пен кератит аурулары жиі кездескен, әрі тұяғы да әлсіздік танытқан. Дегенмен жергілікті малды жаппай жақсарту барысында мал өсіру технологиясы қалыптасқан әдіспен жүргізіліп, табиғи сұрыптау тезінен өткізілген. Осы ұстаным жергілікті жерге бейімделген етті сиырдың қалыптасуына мұрындық болды. Ескертетін жайт, сараптау барысында ағылшын бұқашықтарында туыстық жақындық орын алғаны анықталған. Мысалы, ағылшын бұқашықтарында тән туыстық жақындық екінші буын ұрпақтарының өзара шағылысуына жол берілгендігіне дәлел. Генетика іліміне сүйенсек, қан жақындығы малдың кейбір белгілерінің бекемделуіне ықпал еткенімен көбіне ағзаның төзімділігін әлсіретіп, қалыпты қызметіне нұқсан келтіретіні белгілі жайт. Жаппай буындастыра отырып қолдағы малды жақсарту барысында ұтымды жүргізілген сұрыптау мен жұптау жұмыстары республикамыздың барлық өңірінде жаңа тұқымдық мал тобының қалыптасуына ықпал етті. Барлық мал басы барынша селекциялық жұмыспен қамтылды. Асыл тұқымды шаруашылықтар тұқымдық малдың таңдаулы тобы барлық мал басы барынша селекциялық жұмыспен қамтылды. Асыл тұқымды шаруашылықтарда тұқымдық малдың таңдаулы тобы шоғырланды. Олардан аталық малдар іріктеліп алынды. Осылайша ұдайы жүргізілген сұрыптау жұмыстары мен малдың белгілі бір нышандарды жақсарту мақсатында қолданылған сындарлы жұптау үдерісі 20 жылдың көлемінде өзіндік ерекше белгілері қалыптасқан жаңа тұқымның шығуына ұласты. Қазақстан Республикасы мал басы жағынан өсірілу аумағының көлемі мен селекциялық жұмыс барысында қалыптасқан аталық із бен тұқымішілік құрылымдық мал топтары саны жағынан Ресейден озық тұрды. Әрине, әртүрлі табиғи аймақта өсірілгендіктен тұқым ішінде өңірлік ерекшелігі бар жеке мал топтары қалыптасты. Деректер легіне сүйенсек, тек Қазақстан аумағында етті бағыттағы сапасы бекеген, тектік қасиеті тұрақталған мал тобының өзі жеке дара жаңа тұқымды апробация. Осылайша 1950 жылы одақ көлемінде министрлер кеңесінің қаулысымен қазақтың ақбас сиыры деген атпен жаңа тұқым бекітілді. Әлбетте, бұл үлкен жетістік әрі мақтаныш. 30 жылдық қысқа мерзім ішінде жаңа тұқымның қалыптасуына ықпал еткен басты факторлар мыналар болды. Біріншіден, жаңа тұқымның қалыптасуына ұйытқы болған аналық малдың тектілік пәрмені. Біріншіден, жергілікті мал жайылымға бейімделген табиғаттың қатал сынына төзімді еді. Екіншіден, Қазақстанның әртүрлі табиғи аймақтарына тән жергілікті сиырлар жеке топтары бар еді. Әр өңірдің өзіне тән тектік ерекшелікпен жалпы будандастыру барысында жаңа тұқымның тектік қоры аясын кеңейтіп отырды. Яғни генетикалық әрі алуандылық тұқымның икемділігін анықтады. Екіншіден, жаңа тұқымның одақ деңгейіне танымал болуына ықпал еткен аталық малдың тектілік тегеуріні еді. Әлемде жайылымда өсірілетін етті бақтағы сиырлардың ішіндегі сыртқы ортаға бейімдісі де тез жетілгіші де осы Герефорд тұқымы болады. Үшіншіден, тұтынушы үдесіне сай еттің жақсы сапасы аналық малға да аталық малға да тән ортақ қасиет еді. Әсіресе қазақ сиырға тән бұлшық еттеріне етпен қатар май қыртысын жинақтау, әсіресе ет талшықтарының арасында май түзілу үрдісі еттің дәмін арттырып, тағамдық жарамдылығы мен сапалық қасиетін анықтады. Төртіншіден, жаппай будандастыру барысында қолдан сұрыптау жұмыстары табиғи сұрыптау жұмыстарымен астасып жатты. Сондықтан да жайылымда төзімсіз, тұяғы әлсіз малдар табиғи сұрыптау тезінен өтпеді. Ал бұзаулардың қарқынды өсуіне қазақ сиырдың майлы сүті ықпал етті. Бесіншісі, талапқа сай балдарды көбейту қарқынды жолмен қолдан ұрықтандыру әдісімен жедел жүзеге асты. Тұқымдық бұқашықтардың ұрпағы бойынша сынақтан өткізу тектілік қасиеттері шыңдай түсті. Алтыншыдан, аналық және аталық тұқымдар ұтымды таңдалған. Мысалы, ет сапасы бойынша екі тұқымның сапалық деңгейі бір-бірін толықтырып отырса, бұзаулардың өсуіне аталық мал тарапынан жетілу ықпал етіп, аналық мал тарапынан сүттің майлылығы пәрмен берді. Жетіншіден, малдың жыл бойына жайылымда бағылуы, яғни спартандық жағдай жас ұрпақтың төзімді болуын қалыптастырып, жергілікті климатқа бейімділігін бекіте түсті. Осы орайда қандай жетістіктермен мақтана аламыз деген сауал туады. Деректерге сүйенсек, қазақ сиырдың тірілей салмағы 240-384 кг аралығында болғаны және 5 жасар бұқалардың таңдаулысы 520 кг-ға дейін салмақ тартатыны келтірілген. Осы деректер қазақ сиырдың шағын денелі болғанын, дегенмен жасы ұлғайған сайын салмақ қосалатын қабілетін айқындайды. Қазақтың ақбас сиыры жаңа тұқым ретінде қабылданған соң ең жоғары көрсеткіш. Батыс Қазақстан өңіріне тән болған асыл тұқымдық құнажын 475 кг, сақа сиырлар 511 кг тартқан. 20 жыл бойы жүргізілген селекциялық жұмыстар үлкен жетістікке қол жеткізді. Жергілікті малмен салыстырғанда жаңа сиыр тұқымы 200 кг-ға дейін артық салмақ берді. Экономикалық тұрғыда мал өсірудің тиімділігі артты. Жайылымдық технологияда мал бауға жұмсалатын шығынның тұрақтылығын ескерсек, әр бас сиырға шаққанда қосымша 100 кг ет шығынсыз артық өндірілді.
Бұл орташа көрсеткіш еді. Өткен ғасырдың 80-ші жылдары аңқаты мен шапай шаруашылықтарының сынақ станцияларында тәулігіне 1 кг 600 грамм салмақ қосып 15 айлық жасында 600 кг тірілдей салмаққа жеткен бұқашықтар болды. Бұл әлемдік жетістіктің межесі еді. Сол кезеңдерде Қалбатау шаруашылығында Пани 132 атты сиыры 1036 кг тартса, ал Брусская 258 атты бұқасы 1400 кг салмақ тартты. Бұл жетістіктер қазақтың ақбас сиырының тектік әлеуетінің зор екенін аңғартып тұр. Әрине, қазақтың ақбас сиырының тектік аясы да кең. Мысалы, бүгінгі күнге бізге 32-33 апталық түрі мәлім. Батыс Қазақстанда 3 сүлесі шығарылған. Батыс Қазақстан аймақтық сүлесі ірі денелі аңқаты сүлесі және мұқыл сиыр тобына жататын Шағатай сүлесі, солтүстік Қазақстанда Алабота сүлесі шығарылған. Бізге жеткен ақпараттан білетініміз, Ресей Федерациясының Заволжский және Могойту типтері апробацияланғаны белгілі. Статистикалық мәліметтер бойынша 1991 жылы қазақтың ақбас сиыры саны жағынан шырқау шегіне жетіп 1.370.000 бас болды. Осы кезеңде елімізде етті бақытты сиыр малының саны 2,5 миллион басқа жеткенін ескерсек, ақбас сиырының үлесі 55% құрап, сиыр етін өндірудің көшбасшысы болды. Тұқымның кемшіліктерінің ішінен мал ұстауға кең жайылымдардың қажеттілігін атап өтуге болады. Мұндай мал өсірудің жоғары рентабелділігін қамтамасыз ететін жайылымдар. Егер сиырларды жаяу қорада дәстүрлі стильде ұстаса, жануарларды тек шөппен ғана емес, сонымен қатар концентраттармен қамтамасыз ету қажет. Мұндай диета соңғы өнімнің құнын едәуір арттырады. Тұқымның екінші кемшілігі жоғары дамыған аналық инстинкт. Қазақтың ақбас сиыры өз бұзауларын иесінен де қорғауға дайын. Герофорд қанының әсерінен қазақтың төл басының мінезі жұмсарғанымен, бұл жағынан қазақ әйелдері қалмақ сиырларына өте ұқсас. Бұл екі тұқымның да өсірілгендігімен және әлі күнге дейін қасқырлар кездесетін далада өмір сүруімен түсіндіріледі. Бұл сиырларда аналық инстинкт болмаса, қасқырлар барлық жастарды қырып тастайды. Сонымен қатар әлемдік тәжірибе көрсеткенде, асыл тұқымды мал шаруашылығымен айналысу ірі шаруашылықтардың аясында емес, мал саны 250 басқа дейінгі шағын шаруашылықтарда айналысу тиімді әрі сенімді. Айтпақшы, Қазақстан ақбас шаруашылығының ерекшелігі, елімізде бір шаруашылық аясында 3 мыңнан астам мал басын біріктіретін селекционерлер жоқ. Ақбас сиырының бірқатар артықшылықтарға ие екені өткен жылдары болған құрғақшылық пен жем-шөптің жетіспеушілігінде анық байқалды. Қатаң жағдайда бейімделген мал шөбі тапшы жайылымдарда да және қосымша жем-шөп берусіз-ақ салмақ жинай алды. Жоғарыда айтқанымыздай, қазақтың ақбас сиыр тұқымының негізінде Герофорд генетикасы жатыр. Бұл британдық тұқым. Оның пайда болғанына 280 жылдан асты. Ол танымал тұқым Ангус сиырынан 30 жас үлкен. Сондықтан мал шаруашылығымен айналыспайтын жандар үшін ақбас пен Герофорд бірдей көрінуі мүмкін. Шынымен де визуалдық ұқсастықтары көп. Мәселен, терісінің қызылдығы, басы мен кеудесінің, құйрығының ұшы мен сирақтарының ақтығы және мұрын айналасындағы қызғылттығы сынды ортақ элементтер бар. Сондай-ақ Герофорд сияқты қазақтың ақбас сиырының да мүйізді және мүйізсіз түрлері кездеседі. Дегенмен екеуінің айырмашылықтары да бар екенін айта кеткен жөн. Атап айтқанда, ақбас сиыры Герофорд сияқты ерте жетілмейді және бір жасқа дейін салмақ жинау жағынан кемшін түседі. Алайда ақбас сиырының Қазақстанның климатына бірге тепе-теңдікті қалыптастыратын артықшылықтары да бар екені даусыз. Оның артықшылығы төзімділік пен азықтану жағдайына бейімделе алуында. Біздің халқымызды ақбас сиырымен белгілі бір патриоттық сезім байланыстырады. Бұл кеңес заманында қазақтың атауын алған жалғыз тұқым. Бұл бәрімізге, әсіресе замандастарымызға белгілі бір деңгейде жауапкершілік жүктейді. Біз оны жоғалтып алуға сәлек қалдық. Бірақ содан кейін қайта өрлеу басталды. Егер асыл тұқымды ақбас өсірумен айналысатын шаруашылықтар туралы айтатын болсақ, бүгінде олардың еліміздің түкпір-түкпіріндегі саны 15 мыңнан асады. Бұл елдегі ең көп таралған тұқым. Ал Қазақстан ақбас сиыр республикалық палатасы мүшелерінің саны барлық басқа тұқымдағы қауымдастықтардың, соның ішінде сүт қауымдастығының санынан асып түседі. Құрметті арнамыздың көрермендері, назар салып тыңдағандарыңызға рахмет. Мүмкін болса арнамызға жазылып, лайк басып, ағайын туыс дос-жаранға WhatsApp, Telegram чаттары таратуларыңызды сұраймыз.